Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен назарке үй жағдайында үйде бар заттармен донор жасайтын боламын. Маған керекті заттар майонез, кетчуп, сыр, колбаса, қуырылған жұмыртқа, салат және 3 лаваш. Бұл заттарды үйде бар басқа тағамдармен де алмастыруға болады. Алдымен лавашымызға кетчупымызды және майонезімізді дұрыстап тұрып жағып аламыз. Кисточкамен жақсаңыз ыңғайлы болады. Енді лавашымыздың бір шет жағына колбасамызды қойып шығамыз. Енді жұмыртқамызды қоятын боламыз. Мен 4 жұмыртқаны алдын ала майда қуырып алған болатынмын. Оның үстіне сізде үйде қандай салат бар, сол салатты қойсаңыз болады. Менде корейский мен капуста араласқан салат. Осы салатты қатты жақсы көремін. Бұл салатты үлкендерге салдым, ал балалар бұны жемейтін болғасын бір лавашқа салмадым. Ендігі кезек сыр. Сырды да осылай үстіне қойып шығуға болады. Лавашымыздың бір шетінен осылай видеодағыдай орайтын боламыз. Ортасынан теңдей екіге бөліп шығамыз. Майланған табамызға осылай донерлерімізді қызарғанша күйдіріп аламыз. Міне достар, біздің донерлеріміз тез арада дайын болды. Өте дәмді шығады. Сіздер де осындай үй жағдайында үйлеріңізде холодильникте не бар, содан жасап көріңіздер. Бұған қияр қоссаңыз болады. Сол сияқты колбасаны етпен, тауықтың етімен, немесе сосискімен не бар, сонымен алмастыруға болады. Достар, менімен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Менің каналыма подписаться етіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі түрлі рецептімен бөлісемін.